Көптеген қыз-келіншектерде туындайтын сұрақ: кешкі асқа не тағам жасаймын? Бір сарынды тамақтардан шаршаған болсаңыз, мына ерекше тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Тез дайын болатын әрі керемет дәмді болып шығатын бұл тағамымыз макаронды ұяшықтар деп аталады. Дайындау үшін бізге тазаланған күріш, тартылған ет, майда туралған жуа, дәміне көре дәмдеуіштерден қара бұрыш, әмбебап дәмдеуіш, тұз қажет. Салмамызды біркелкі етіп жақсылап араластырып, макаронды ұяшықтар ішінен ығыздап салып шығамыз. Тағамымызға қосылған заттардың мөлшерлерін видео астында жазып кеттім. Макаронымыз ішіне салған салмамыз толықтай пісіп шығады. Қорықпасаңыздар да болады. Нығыздап, толтырып сала беріңіздер. Өйткені тағамымыз толықтай пісу-піспеуі оның құйылған суына, соусына байланысты. Енді макаронды ұяшықтарымыздың астын алмас үшін, астында қуырылып қалсын деп, балғын-балғар бұрышын, қызанақ, картопты осылай төрт бұрыш етіп турап аламыз. Табамызды отқа қойып, қызығасы май құйып, туралған жуамызды салып, кішкене қуырып, үстінен чеснокты күштен өткізіп, балғын-балғар бұрышын, картопты қосып, кішкене қуырып, қызарғанша қуырып аламыз. Дәміне көре тұз саламыз. Және фаршталған макаронды ұяшықтарды үстінен теріп шығамыз. Енді соусын дайындаймыз. Қайнап суыған суымызға 3 қасық томат, 3 қасық кетчуп қосып, дәмдеуіштерден тұз, қара және қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырып, ұяшықтарымыздың үстінен құйып, піскенде шеттері күймес үшін туралған қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Тағамымыз суы қайнап шыққасын бетін жауып, баяу отта 20-30 минут дем жегізіп аламыз. Тағамымыз пісіп шықты толықтай. Енді бетіне ірімшік сеуіп, тағы да 5 минутқа отқа қойып аламыз. Тағамымыз дайын, ыдыстарға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.